Ал енді балалар, мен сендерге бүгін жетілақ деген ертегіні айтамын. Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ лақ екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есікті ашпаңдар. Мен орманнан келгенде өзім айтам сендерге әнімді. Сол кезде сендер ашасыңдар. Бірақ орманда қасқыр жүр депті. Мен шырақтарым, лақтарым, аналарым келді, сүт әкелді деп әндетем. Сол кезде сендер маған есікті ашасыңдар депті. Осы кезде сыртта, терезе сыртында қасқыр жаңағы жүр екен. Оның сөзін естіп қалып, ешкі кете салысымен қасқыр есікті қағып өзінің жуан даусымен жаңағы әнді айтады: шырақтарым, лақтарым, есікті ашыңдар деп. Бірақ лақтар оның бөтен дауыс екенін біліп есікті ашпайды. Қасқыр саудагерге барып, мен енді даусымды өзгертіп, қайтып келейін деп босатып алады. Бордың бір кесегін жегенде дауысы аздап кішкене жіңіш келгендей болды. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы да ашпай қойыпты. Қасқыр ұстаға барып, өзіне тамақ жасатып алады. Дауысын ешкісінікі сияқты жіңішкертіп, қайтадан қайтып келіп, бірақ жаңағы дауыстың да көмегі болмайды. Лақтар аяғын көріп қояды. Тағы да ашпай қойыпты. Қасқыр жылдан наубайшыға барып, ұн сатып алады. Мұнда аяғына сеу, қайтадан қайтып келеді. Қасқыр есік алдына қайтып келеді да, аяғын лақтарға көрсетеді. Лақтар сеніп, ешкі келді екен деп есікті ашып жібереді. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есікті ашыңдар маған деп. Лақтар сеніп, есікті ашып жібереді. Қасқыр үйге кіріп келгенде лақтар жан-жаққа қашып тығылатын жер іздеп тығылып қалыпты. Қасқыр олардың бәрін тауып алып жеп қойыпты. Тек біреуін ғана байқамай қалыпты. Ол сағаттың артында тығылып қалыпты. Қарны тойған қасқыр сыртқа шығып ағаштың көлеңкесін тауып алып, сол жерде жатып ұйқыға кіріседі. Ұзамай ешкі үйіне оралады. Есікті итерсе, есік ашық екен. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Сөйтсе ешқайсы шықпайды, тек қана аман қалған бір лағы шығып, болған жайды айтып беріпті ешкіге. Ешкі мен лағы қайтадан сыртқа шығып қараса, қасқыр деген бір дәу ағаштың түбінде шалқасынан түсіп, қорылдап, ұйықтап жатыр екен. Ешкі мүйізі мен қасқырдың қарнын жарып жерсе, ішіндегі алтын атып шығыпты. Бәрі де аман есен екен. Қандай күшті. Ешкі мен лақтардың қуанышында шек болмай, қуанып бір-бірімен табысып. Қасқыр әлі де оянбапты. Онда оянбай тұрғанда ешкі оның қарнын таспен толтырып, қайтадан тігіп қойыпты. Шөлдеген қасқыр су ішпек боп оянып, құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен қарай тартып, құдықтың үстіне құлап кетеді. Ол сонымен құдыққа батып өліп қалады. Не істепті балалар? Не істеді қасқыр?